Балалар айналамыздағы барлық заттардың массасы болады. Масса заттың ауыр немесе жеңіл екенін білдіреді. Мысалы, алма мен кітапты салыстырып көрейік. Кітап алмадан ауыр болуы мүмкін. Бүгін біз массаны қалай өлшейтінін үйренеміз. Қараңдаршы, қауырсын өте жеңіл. Оны қолымызбен оңай көтереміз. Ал кейбір заттар одан әлдеқайда ауыр болады. Жеңіл және ауыр заттарды салыстыруға болады. Бұл бізге массаны түсінуге көмектеседі. Мынау үлкен тас. Тасты көтеру қауырсынға қарағанда қиынырақ. Себебі тас ауыр. Ауыр заттың массасы да үлкен болады. Ал жеңіл заттың массасы аз болады. Заттардың массасын арнайы құралмен өлшейді. Бұл құрал таразы деп аталады. Таразы арқылы заттардың ауырлығын білеміз. Ол екі затты салыстыруға көмектеседі. Таразы күнделікті өмірде өте пайдалы. Ас үйде де таразы қолданылады. Мысалы, анамыз тамақ дайындағанда ұн өлшейді. Ұнның мөлшері дұрыс болуы керек. Сондықтан таразы көмектеседі. Бұл өте ыңғайлы құрал. Дүкенде де таразыны жиі көреміз. Сатушы жемістерді таразыға қояды. Таразы олардың салмағын көрсетеді. Сол бойынша сатып алушы төлейді. Демек, таразы саудада да қажет. Ғалымдар да таразы қолданады. Олар өте кішкентай заттарды өлшейді. Арнайы дәл таразылар болады. Ол өте нақты нәтиже көрсетеді. Ғылымда дәлдік өте маңызды. Біз де заттарды салыстырып көре аламыз. Мысалы, алма мен бананды алайық. Қайсысы ауыр екенін анықтаймыз. Таразы бізге көмектеседі. Бұл өте қызықты тәжірибе. Балалар, жаңа сөзбен танысайық. Бұл сөз масса. Масса заттың ауырлық мөлшерін білдіреді. Әр заттың өз массасы болады. Біз оны өлшей аламыз. Таразыда арнайы темір гирялар болады. Олардың әрқайсысының массасы белгілі. Мысалы, 1 килограмм немесе 2 килограмм. Гирялар арқылы заттарды дәл өлшейміз. Олар таразыда қолданылады. Мына бала мектеп сөмкесін көтеріп тұр. Сөмке кейде ауыр болып кетеді. Себебі ішінде көп кітап бар. Кітаптардың массасы бар. Сондықтан сөмке ауырлайды. Ал мына ойыншық машина өте жеңіл. Оны бала оңай көтеріп тұр. Оның массасы аз. Жеңіл заттарды көтеру оңай болады. Бұл да массаға байланысты. Электронды таразылар да болады. Олар салмақты экранда көрсетеді. Мысалы, 1 килограмм деп жазылады. Бұл өте ыңғайлы құрал. Қазіргі уақытта көп жерде қолданылады. Балалар тәжірибе жасап жатыр. Олар кітап пен дәптерді таразыға қойды. Енді қайсысы ауыр екенін көреді. Таразы бір жаққа қарай еңкейеді. Сол арқылы ауыр затты анықтаймыз. Базарда үлкен таразылар болады. Онда қарбыз сияқты ауыр заттар өлшенеді. Сатушы таразыға қарбызды қояды. Таразы оның салмағын көрсетеді. Содан кейін сатып алушы алады. Массаның өлшем бірлігі бар. Ол килограмм. Қысқаша К деп жазылады. Біз көбінесе осы өлшемді қолданамыз. Килограмм негізгі өлшем бірлігі. Балалар таразыға әр түрлі жемістер қойып жатыр. Олар қайсысы ауыр екенін бақылап тұр. Бір жеміс төмен түседі. Бұл оның ауыр екенін білдіреді. Ал жеңілі жоғары көтеріледі. Мұғалім балалардың жұмысын тексеріп жүр. Балалар дәптерге жаңа білімін жазды. Олар масса туралы білді. Таразының қалай жұмыс істейтінін үйренді. Бұл өте пайдалы білім. Балалар таразыны өздері пайдаланып көрді. Олар әртүрлі заттарды өлшеді. Бұл тәжірибе өте қызықты болды. Балалар жаңа нәрсе үйренді. Ғылымды үйрену әрқашан қызық. Бүгін біз массаны өлшеуді үйрендік. Масса заттың ауырлық мөлшері. Массаны таразы арқылы өлшейді. Өлшем бірлігі килограмм. Жарайсыңдар, балалар. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.